Кімнің айтқаны дұрыс келеді? Балназым. Мен ойымша, Олжас пен Жанеркеде қыз туған сияқты. Қыз туған сияқты дейді. Айтып жүр Олжас, иә. Менің ойымша үшем деп. Үшіншісін айтсаң, үшем деп. Үшем. Ондай нұсқаны да айтып жүр Олжас бәріне кәдімгі. Асхат. Айтып қойды, мен де үшем деп ойлап отырмын. Үшем деп, иә. Сен де үшем деп ойлап отырсың. Құрметті көрермен, сіздерде пікірлеріңізді комментарийға жазуға уақыт бар. Ал дәл қазір біз тікелей байланысқа Олжасты алайық, экранға шығару керек қазір бізге. Олжас, сәлем! Екі қонжықты құшақтап алыпты. Біреуі ұл, біреуі қыз. Мен жаңа түсіндіргенімде осы қонжықтар міне біреу ұл, біреу қызға көріп тұрған болсаңыздар. Мен қазір екеуімен бірге перзентханаға кірем. Егер менде қыз болса, қызбен шығам, ұл болса, ұлмен шығам. Егіз болса, екеуімен қатар шығам. Екі ұл болса ше? Екі ұл болса, ар жақта тағы да жетеді аниматорлар көп. Он шақтысымен бірге шықма бізге салсаң. Ал Олжас, сәттілік, сені перзентханаға шығарып салайық және күтеміз. Бірнеше минуттан кейін құрметті көрермен, екі қонжықтың орнына біреу жатыр ғой. Ал біз әзірше пікір Камила ханым бүйтіп бөлудің қажет жоқ деп ойлаймын. Жаңа қыз бала, ұлы бала деп Алланың бергені ғой былай деп анда ерекшеленіп айтсаң, негізі ұл бала болған дұрыс қой, негізі мен өзім ол сезінесін. Ой, әртүрлі ғой негізі. Әртүрлі болады, иә, әрине. Ау Әйгерім. Мен де ойлаймын, осы гендер патиді бала туғаннан кейін жасағаны дұрыс деп ойлаймын. Мнениясын өзімізге... Өзі бая заманда да сондай перзентханаға терезе жатыр ғой қазір, иә? Иә. Кішкене қашып ше, мен ойладым қыз бала болады ау деп ішіне қарап ше. Менің ойымша қыз сөйтіп те айтып жатады, иә? Ұл бала болса ажарланып кетеді дейді. Қыз бала болса расымен де кішкене қойы кәдімгідей сұп-сұлу, тіпті босанған әйелге ұқсамайды. Кейбір көрермендер күмән келтіріп жүр екен. Сен негізі шынымен де босандың ба, босанбадың ба деп. Дәл қазір құрметті көрермен біз балапанының кім шығады? Аллаға шүкір, құрметті қазақ елі, құрметті Бурбулаев батырымыз баршаңызға рахмет. Олжас сөйлеп жатыр. Қызды болып жатырмыз. Бау беріп. Енді бар жақсылықтарды саған тілейміз ғой, білесің. Ең ереді, қыз да ереді. Мен жалпы саған тұрмысқа шықса да ешқашан әке шешесін ұмытпайды.